Ескі таным сенің бекер шашпау кейде адам бір-біріне бөтен. Не айтсам, не айтайын? Өмір баянымды айтайын ба, түсінбей тұрмын жетек. Мен Мөлдір Қарубайқызы, заманауи суретшімін, және де Жеті апа шығармасының және Тамыр шығармасының авторымын. Және осы мысықтың досымын деп. Бұл менің шеберханам, осы жерде жұмыс жасап туындайды. Бұл шеберханаға жақын арада ғана көшіп келгенбіз өзі, жаңа жылдан бері. Мынау тұрған бұл жұмыс ең алғашқы Тамыр көрмесінде жасалған жұмыс болатын. Бұл жұмыстың аты шексіздік деп аталады. Және теңдік деген болатын, екі жұмыс болатын, біреусі ақ, біреусі қара. Ақ жұмысын қазіргі таңда сатып алып кеткен болған соң, осы жалғыз өзі қалды. Бұны мен өзім үшін сол көрмеден естелік ретінде қалдырып қойған болатын, өзіме қатты ұнайды. Мына сол Тамыр көрмесінен қалған жұмыс, бұның жұмысының аты тек деп аталады. Мұнда ою арқылы, тамыр арқылы көрсеткен болатынмын. Одан кейінгі ал мынау жұмыс, ол қазіргі жаңа жұмыс, осы жақын арада жасалынған көктем деп аталады. Қара болғаны ол жерден туылады ғой көп нәрсе. Жер арқылы жаңағы өсімдікте жер арқылы өседі. Мен тамыр тақырыбымда сол жердің астында өскендіктен осыны қара түсте алдым. Келесі бір жұмыстарымда осындай қара, бірақ гүлдері күлгін болып кетеді. Мына жақта гүлдерді мен күлгін түсте жасаған, қызыл түсте жасап жатырмын. Қазір көп жұмыстарым шеберханада жоқ, өйткені біразы қазір Астанада көрмеде тұр. Жеті апамен байланысты жұмыстың барлығы Астанада көрмеде. Бірақ мынау сол сериядан отана деп аталады. Бұл жерде де міне Жеті апаның жалпы формасы бар осы жерде. Одан кейін мына жан жағындағы сол жатырға ұқсас оюлар жасалған болады. Бұл жұмысты тігінен де былайынан да қоюға болады. Бұл жұмыс ешқайда қойылмаған. Бұл да жаңа туылған жұмыс. Осы ақпан айында туылған жұмыстар болатын. Бірақ көрмеге экспозицияға кірмеді. Өйткені түс жағынан кішкене келмегеннен кейін. Өзім үшін шабыттанған кезде, негізінде басында өзі туындай береді үйде отырған кезде. Шабыт келе берді. Жақында ғана кеше бір күн бұрын мен мына жұмысты жасадым. Бұл туралы да айтып кете салайын. Мына жаққа қойып. Мынау жұмыс міне күні кеше ғана жасадым. Өйткені менде материал бітіп қалған екен. Ал кейбір кезде жұмыс жасаған келіп кеткен кезде материал іздейсің. Сонда мен мына қалдықтардан, өткенде көрмеге жасалған жұмыстардың менде негізінде қалдық қалмайды. Өйткені мен бір жұмысты сызғанда бірден екі жұмыс шығады. Өйткені қарасаңыздар, ешқандай мынандай бірге емес, бөлек-бөлек. Ана жерден қалған роза, мына басқа жақтан қалған роза. Жаңа жұмыс бастап жатырмын. Негізі мына қазір жаңа жұмыс бастап жатырмын. Ана фетрді алып келу керек ол үшін. Бізі кереміз қазір. Мен бұл қазір бұны сосын айтармын. Тұра берсін енді былай, просто салға бір жұмыс жасаймын ғой. Содан кейін бірден келесі бір идеяға жүгінесің. Мен мысалға кеше мына жұмысты бастаған кезде, абстракциялар. Бұл кезде маған бұрында Тамыр көрмесінде бір не бастағанмын. 40 шырақты 40 жаны бар дегенді басқа мағынада түсіну керек. Ол ұрып соғуға болады деген емес. Мен ол лозунгқа қазір қыздар шығып жүрген, оған келсемін. 40 жаны жоқ. 40 жаны жоқ оның. 40 жаны жоқ, бірақ 40 шырағы. 40 шырағы бар дегенді мен ол энергия деп есептеймін. Әйел 40 жаңағы не? Ода творчестволық, басқа потенциалдары бар деген сияқты. Өнер етуге, бірнәрсе шығаруға деген сияқтыға соған энергиясы көп. Мен өзім энергиямды солай көп санаймын да. Өйткені мен бәріне үлгеремін, мынандай шығармашылыққа өте қатты жақсы көремін. Сондықтан сол жағынан мен гүлді жасайын деген 40 тюльпанмен, қызғалдақ. Қызғалдақпенен
Ал келесісі осыған қарама қарсы ол 40 пышақтың осындай тоже пышақтың суреттерімен болады. Осыны жасайын деп кеше шештім. Негізі менде ол ойда болған, бірақ қалай жасаймын, қандай материалмен салам деп жүрген болатын. Сол кеше осыны қарап отырып ойыма түсе қалды. Негізінде эскиз жасаймын кішкентай қағазға. Бірақ мынаны мен қазір жасанды киізге сызып аламын да, кейін оны қиып алып осыған жапсырып шығамын. Осылайынан сызып аламын гүлді. Гүлді сызып аламыз. Негізі бүгінгі мен бұрынғы жұмыстардың барлығы олар кәдімгі ою өрнек секілді целиком болады, толықтай сызып аламыз, үлкен қылып кесіп шығамын. Мына жұмыстардың барлығы солай кесілген негізі. Бір несіз, қиындысыз. Бірден кесесің, екі ою шығады. Солай жасалған. Мынаны енді мен мынау байқап тұрғаныңыздар қалдық фетралдарын істеп жатырмын, кішкентай қалдық қалмас үшін осындай розалар. Оның өзін мен мынандай қылып істедім, чтобы азырақ кетсін деп. Жеті апа ол негізінде 1 жыл бұрын келген тамыр көрмесінде келген ой болатын. Өйткені мен жеті ата деген тамыр өзімді ізденіс кезінде көбінесе сол тарихқа үңілесің, атаңды түгендейсің. Сонда мен жеті ата деген не болды, тамыр. Ол жерде мен шежірені салдым, жеті атадан тараған ұрпақ секілді қылып істегенмін. Енді барлығы бір-біріне ұқсамайды ғой, атадан тарайды, әртүрлі болып кетеді. Біреусі ары қарай ұрпағын жаяды, біреусі жаймайды, сондай жасаған. Сол кезде тағы да айтып кетемін, өйткені бұл идеяны негізінде жеті апа деп емес, бірақ сол кезде маған мастерской шеберханама Молдияр Ергебеков деген профессор кісі. Білесіздер ғой, сіздер сабақпен өте мықты кісі. Сол кісіні тыңдап сөйтіп жүргенмін ғой осы кезде. Сол кісі келген кезде айтқан болатын, күшті ғой мынау тамырлар, әйелдердің формасын салып қойса болатын сияқты деген сияқты. Денесін салсаңшы деген сияқты бір идея. Мен ойладым, шынымен қызық, бірақ менің көзімде ол сюрреалист картина көрінеді да, енді оны келтіре алмадым. Формаға салу өте қиын. Мен үшін ол әйелдердің мынаған салып қойсам, келтіре алмаймын мен оны, келмейді. Мен кішкене эстетикалық қой, сюрреалист емеспін мен мүлдем. Сосын, бірақ ол басымда қалып кетті. Сосын кейін көрмеге 1 апта қалған кезде мен жаңағы өстіп сызып отырып, жаңағы форманы тауып алдым. Сосын жеті апа деп қойғым келді тақырыбына. Жеті ата бар менде, жеті апа деп. Сол кезде ешқандай оған бір мағына бермей қоя салған болатын да, түйсікті түрде. Бірақ көрмеде сол картинаға көп адам келді, қарады. Сосын мен кейін бұл картинаны 2-ші рет жасадым 1 жылдан кейін. Уже 7 қатпар қылып. Елдердің түсі сияқты болып көрінеді маған, күлгін түс. Негіздеме жоқ. Ол әйелдердің түсімен сәйкес көрінеді. Мен өзім негізінде күлгін цветті өзім киім кимеймін, күлгін цвет жараспайды маған. Бірақ мен аксессуар күлгін жақсы көремін. И жаңағы жұмыстарымда мен осы неге келмей тұрып, мен 2-3 жыл бұрын күлгін түсті қолдана бастаған. Жеті атаға бұл тақырыбымен ғана қарама қарсы. Сен сол арқылы ары қарай басқа проблемаларды айта аласың, формасы. Жалғыз өзім ғана жетелей алмаймын, менің тақырыбым бұл, мен істедім деп. Мен тек қана бұл жерде себепші и өнер ретінде ғана оны көрсетіп жатырмын. Сондықтан мен андай ауыр жүкті өзіме алып жүре алмаймын. Маған көп осындай нәрселер айтқан кезде кішкене қиналып қалам. Бірақ маған ұнайды, что адамдар оған отклик жаңағы қарап назар аударып жатыр да. Өйткені шынымен неге назар аударады, өйткені бұл шынымен да жарасы ашық дейді ғой, жарасын тырнайтын тақырып. Мен ешқандай бір дәстүрге немесе бірдеме қарсы шығып, не деуші еді, радикалды түрде жоқ болсын демеймін. Мен өзім сондай дәстүрлі отбасында өскенмін. Мен үйдегі ер адамдардың барлығын сыйлаймын, жеті атаны да сыйлаймын, атамды да сыйлап өскен адамын. Өнер ол сен қалай қабылдайсың, ол солай болады. Мысалға біреу басқа нәрсе көреді ол жерден.
басқа бір адам басқа нәрсе көреді. Сондықтан ол өзіңе байланысты. Сен қалай көресің, қалай принимать етесің оны, иә, қабылдайсың. Ол солай болып қабылданады. Әртүрлі адамдар келіп, оған әртүрлі мағына беріп жатыр да. Мен оның бәрімен келісемін. Басқа бір тақырыбыма келіп айтатын болса, мен оны толықтай қорғап шыға аламын да, мысалға. Мынау құлын, мамасын еміп тұрған құлын деген жұмысым бар, сосын тамыр, ол жерде мен басқаша, басқаша айтып бере аламын да, мысалға. Ал жеті апа ол сондай болып тұр, ол қоғамдікі болып кеткен секілді. Менің ғана жеті апам емес, ол барлығының жеті апасына байланысты болғаннан кейін әр адамның ойы ол жерде маңызды. Енді бұны барлығы жатырға ұқсатып тұр, иә? Жатырдан емес, жатыр деген ол ішкі жағы ғой, қынапқа ұқсатып тұр формасы. Айтатыным ол айтайын дегенім ол жерде қалай қазір. Жеті апа негізінде ол апалардың ұмытылып кеткен апаларды еске алу ғой. То есть мен мысалға өзімнің шешемді білем, шешемнің шешесін көрмегенмін, бірақ білем да, ары қарай уже білмейміз. Негізінде былай қарап тұрсаң, мен және қызымның өмірге келуі, оны мен апаларым әкеліп жатыр ғой, бір ғана веткамен, иә? Соны ойладым да, қандай қызық депші. Сосын бірақ ол кісілерді ешқайсысын білмейміз да, бірақ мен аталар жағынан бәрін білемін. Сосын ол да бір жарайды, енді ол кісілердің ерліктері көп қой, мысалы апаларымыз. Жай ғана есімдерін білсек, просто хотя бы арнау ретінде жасасам деген оймен жасалған болатын. Осы уақытқа дейін тек қана мынандай картина ретінде жасап жүрдім ғой. Сосын оны мен негізі үлкен қылып істегім келді. Үлкен тақырып болғаннан кейін, мен оны көріп, үлкен материал ол тек көрпе. Бір жағынан көрпе ол жұмсақ материал. Ол нағыз мысалға біз апаларымызды еске алған кезде бірден апа десе сразу көрпе, жастық, жөн есіне түседі ғой. Апаларды еске алу үшін көрпе мықты болады деп. Олар идеяны күшті берген. Өрнек дейді ғой мынаны. Соған бүкіл мәнді беріп тастаған ғой. Сөйлеткен. Зерттесең, әр ою өрнек сөйлейді. Мен де мысалға ою өрнегімді сөйлетемін солай. Бұл андай массовый түрде жасалмайды бәрібірде. Ұят деген нәрсе, әлі де күштірек. Ол күштірек. Егер жасалып жатса, ол күшті болушы еді, конечно. Жасалып, бәрі сатып, қыздың артынан жасауға апарса, керемет қой. Жасауға қосатса, сіз қуанасыз. Қуанам, әрине, қуанам. Ол күшті болушы еді, бірақ мен ойымша ол жасалмайтын сияқты. Өйткені бұл тақырып жасау үшін бір 20 жылда керек шығар. Бұл қазір тек өнер ретінде ғана. Сосын бұл қорғалып тұр да, өнер ретінде ғана шы. Әйтпесе, бұл жай ғана бір жасаса, бұл жаман хейтқа, жаңағы не болып, душар болып, уже тас лақтыратын қолданысқа шықса. Комментарий жазыпты бір кісілер Инстаграмда. Сіз объектизировать етіп жатырсыз әйел адамдарды деп. Жеті апаларды жаман сөзбен жазған, тек сол арқылы көрсетуге бола ма депші. Орысша жазыпты. Басқаша жеткізбедің ба дейма? Иә, матка арқылы жеткізбедің. Мен маткаларды тастап жүрмін ғой жатырды. Сіз отарлаушылардың көз қарасымен жасап жатырсыз. Шынды айтсам, түсінбедім, қай жерде отарлау, қай жерде. Онша да осындай нәрселерге енді кішкене бүйтіп қалам. Мен ойланып қалдым, ұйықтай алмай. Бұл картина енді бұлар мен осы тамырға жеткенге дейін мен бұрындары тек қана жұмыста, шығармада эстетикаға мән беретін, одан кейін форма, линия, как суретші ретінде. Сосын картина ештеңе айтпау керек деп ойлайтын. Шынымен солайтын. Немене картина бірдеңе айту керек? Ол әдемі болып тұрса болды емес па деп ойлайтын. Ойлайтын, ештеңе айтылмайды. И бір кісілер философия жұмыстарына философия айтып жатқан кезде мен қызық емес деп ойлайтын да. Сосын қалай болды? Иә, қазір өзім соған кетіп қалдым ғой. Кішкентай бір картина. Бұл енді анасы мен баласы құлыны. Бұл жерде ешқандай бір күштің не жоқ, не дешеді? Ештеңе жоқ. Негізі еміп тұрған уыз деген картина болған. Иә, бұл қайталағаннан келесі қайталанғаны уыз деген картина болған. Ол іздер деген бізде періште ізі деген көрме болған. Сол жерде аттар туралы салдық, жылқылар. Сол жерде қатысты. Уыз деген жаңағы бірінші рет емген. Иә, сондай. Емірені еміп жатқан, мамасы қорғап тұрған деген сияқты жұмыс болады. Мына жақта BTS-ті көріп тұрық. Сіз BTS-ің жанкерісіз, иә? Иә. Қалай осындай өнермен BTS енді бұлары? Қазіргі не ғой? Қалай айтамыз? Жаңаша бір дүниелер ғой?
Иә. көбіне адамдар бір жақты болады да, не осыны жақсы көретіндер мұндайға жоқ деген сияқты. Осы екеуінің бір байланысы бар деп ойлайсыз ба? Бұл балаларды деп қостың ғой, кішкентай ғой менен деп. Бұл Кореяның қазіргі несі ғой енді. Осы кісілер арқылы олар мықты не жасап алды ғой, индустрия, креативный индустрия дейді ғой. Бұл кісілерді мен 2 жыл бұрын таныдым. Бұрыннан бір армия болған, армия деп айтады. Армия деп айтады. Иә, еще өзін не деп айтады ғой. Не деп айтады, ұмытып қалдым ғой бір адамды действительно. Мен бүгін фанат суретші подружкам бар, ол жасы 50-де. Иә. Қызық, иә? Мен 36-тамын, екеуміз обсуждать етеміз. 10 жылдығында біз торт алып, бенто торт неде тойлағанбыз. Туған күндерім ба? Иә. Бір не бар ғой, Абылай ханымда ресторан осы, корейский, сол жерде. Бұл балалардың өнері күшті, өнері ұнайды, маған өлеңдерін тыңдаймын. Көп кезде көңіл күйім түсіп кезде олар көңіл күйді көтереді күшті. Осы кім арқылы таныдым? Джин, олар күшті билейді ғой. Мен биді жақсы көремін. Аттарын білесіз? Бәрін білемін. Мынау Чонгук, Джин, Намджун, Джейхоп, Шуга, Тэхён, Чимин. Мен қызын жақсы көремін. Сіз қайсысын? Мен Шуганы жақсы көремін. Неге? Ол сондай салмақты, жаңа болып жатқан нәрселерді соларды өте қатты жақсы көремін. Өнерде де соған көбірек көңіл бөлемін. Және бір айтатын кеше ғана ол мені инсайт дейді ғой, соны жаңа құрбым екеуміз айтады, мен сенесің ба, мен бұрынғыдай живопись жазғым келмейді деймін да. Мен бұрын ана живопись қатты жақсы көретінім бар ғой, бүйтіп жазғанды. Енді мына жерде қазір бар ма ондай бір суреттер? Мынау жұмыс қой міне, мынау этюд, Азербайжанда жазған, қарап салу натурадан. Мынау тірі табиғат, сол жерге барып салғанмын мынаны. Терезе ма? Үй ма? Антикварный салон, мынау есігі, мынау тау, ар жағында бір үйлер тұр, о жақтан да үйлер көп қой, таудың басына орналасқан. Мен мынаны ұзақ жылдар жасаймын, мен оны жақсы көремін, тастамаймын деп ойлайтынмын ғой. Соны қазір сағынбаймын. Мынаның өзі сондай бір жаңашылдық болып саналады. Мысалы мен суретші дәстүрлі дегенде енді кәдімгі мектепте оқытқан академиялық суретші аяқ астынан мынандай жасап кетсем, ол бір түрлі бір қызық да. Бір сатқындық, иә. Мен осыны қойған мә деп қалдым, мен қазір көрпетіп кетіп мүлдем басқа жаққа кетіп қалдым ғой. Тамырды сызғанда сен ештеңе қарамай істейсің ғой оюларды. Бәрібір қолың домалақтанып кете береді да. Ойлаймын, ол табиғат шығар біздікі деп. Иә, қошқарымыз мүмкін, табиғатымыз сондай. Мен көп мастер-класс өткіздім ғой, воркшоптарда кісілер келеді ғой, олардың бәрі домалақтап сызады. Ешкімді көрмедім, бейт, осы сызғанша. Бәрі домалақтатады. Бұрыш жоқ. Домалақты жақсы көремін. Қарасаңыздар, бүкіл жұмысын домалап, осы нәрсені жақсы көрмейді. Бұрыш жоқ. Бұрыш тек осы рамада болу керек. Ішінің бәрі домалақ. Кезде оюларды біз слишком қатты зорлап қолданып кетеміз. Ондай жұмыстар көп бізде. Болу керек деп па? Болу керек, шаттай береді. Оның бәрібір эстетикасы болған дұрыс. Жерде жүрек жоқ. Ал бұрынғы келемдер оның қасына мыңгірес жақсы апалар. Даже суретші емес, бір ауылдағы бір апам, құрағың бар, көресің, үйіне барған кезде. Мә деп жүрегің білім жоқ. Өйткені ол жерде шындық бар. Ешкімге ұнаушылық жоқ. Қалай жасақсы келді, солай жасайды. Болып жатқан нәрсенің бәрі болу керек қой. Сол үшін ол да бір қызық шығар деген. Ескі таным сенім бекен, кейде адам бір-біріне бөтен. Кім артық болмасам ғой мен кем, тапсам ғой мекен.